Сәлем достар, эфирде мен Камила, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз ұнды, жұмыртқаны және пешті мүлде қажет етпейтін десерт түрін дайындап үйрететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 300 грамм печенье қажет болады. Печеньені ұнтақтағышпен 2-ге бөліп ұнтақтап аламын. Міне екінші бөлік печеньемізді ұнтақтайтын боламыз. Бұл кезде ұнтақтайтын кезде 5 ас қасық какао және 2 ас қасық қант ұнтағын қосып араластыратын боламын. Міне печеньелердің бәрін ұнтақтап болдым. Енді үстіне 50 грамм майды ертіп құятын боламын. Міне майымызды құйдық. Енді 100 грамм сүтімізді құйып, жақсылап қамырдың тестасы болғанша араластырып шығамыз. Міне менің тестам осындай қамыр тәрізді болып шықты. Енді бұны пищевой пленкаге қолмен жайып, колбаса тәрізді етіп шығамыз. Тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Міне осындай болып шығу қажет. Бұны жақсылап орап қойып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта 20-25 минут өткеннен кейін шоколадымызды ертіп бастаймыз. Маған 50 грамм шоколад қажет және 20 грамм майды бірге водяной ваннада ертіп аламын. Міне менің шоколадым дайын. Енді тоңазытқышта тұрған тестамды алып, арасы 1 сантиметр етіп кесіп шығамын. Міне менің десертім өте тамаша, дәмді әрі өте көп болып шықты. Енді ертіп алған шоколадпен әсемдеп шығамын.
және бір әсемдеудің түрі, қатып тұрған шоколадымызды жұқа етіп пышақтың ұшымен турап шығамыз. Сосын десертіміздің үстіне сеуіп шығатын боламын. Міне менің десертім дайын болды. Өте тамаша, дәмін мүлде айтып жеткізе алмаймын. Үйіңіздегі қатып қалған, біраздан бері тұрып қалған печеньелерді осылай сәндеп дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын.